Қандай ауылда шаруашылық жасаған жақсы? Мен сіздерге айтайын. Айналада егісі жоқ жақын жерде. Мысалы, егіс болған мезгілде 9-10 километр алыс болатын болса, онда жақсы ол ауылда мал ұстап, шаруашылықпен басқа да айналысуға болады. А бірақ біздің ауыл, мысалы, Родниковка, Мартук районы, Родниковка деген ауылда мал ұстау үшін келмеңдер. Вообще келмеңдер. Өйткені 1 километр емес біздің егістік. Мен кейін көрсетем бір. Алдында да видеоларымда көрсеттім, инстаграмды қараңыздар. Қандай ауылда тұрған жақсы деген. Біздің ауылға вообще мал ұстауға келмеңдер. Мал ұстайтын болсаңдар басқа жаққа барыңдар. Өйткені 1 километр жерде, 1 километрге де жақын жерде егіс айналаң бәрі. Мына жағы трасса, ешқандай мал жайылатын жері жоқ бізде. Ал егіске түсіп кететін болса, ол білесіздер, әр басына қаншадан алады. Мен мысалы, екі кәрі қойым бар еді, оны сата алмаймын. Біреуге сатып жіберу дұрыс емес. Кәрі қой болған соң, оны етін пісіп болмайды, және сосын мен сатпаймын, өзіме семіртіп алайын деп. Қозысы болған соң, оны соя алмайсың. Сосын байлап қойғанмын ғой, арқаммен үйдің қасына. Ал қойларға жіберейін десем, ілесе алмайды, қойларға қалып кете береді. Содан бір күні охрана келіп тұр. Бізде бір охрана бар, артынан қалмайды менің. Сол келіп тұр, сен қойың неге егіске түсіп кеткен. Жүріп кеттік. Барып қарасақ, егісте жоқ, егіс басқа жақта жүр ол. Бірақ егісте көрдім дейді. Кейін ізін қарасам, арқанның ізін, ол жолмен жүрген, өзінің қойларын іздеп жолмен кеткен. Вообще егіске түспеген, былай айтқанда. Бірақ сол қойыма жүріп, анау, мен мал бағам ғой, енді қайтем. Аузын жабайыншы осының деп. Ақыр ол бір қозымды алды, сол. Екі қойдың бір қозысын алып қойды. Ол енді тартып алмадым дейді. Тартып алмаса да сенің артынан қалмайды ода, шұқылап уже. Ана жерге жайылып жатыр малың, мына жерге жайылып жатыр деп тиісе береді олар. Өйткені жайылым жоқ бұл жақта. Сол бұл жақта малдың құйрығына байланып жүресің, мал бағатын болсаң. Мына жаққа демалуға келуге болады. Әдемі табиғаты. Бірақ мал бағу үшін, шаруашылық жасау үшін келмей ақ қойыңдар, айтып қояйын. Ауылдың әкімі молодец жігіт. Тынбайды шаруашылыққа деген, ауылды күшті қылып. Машалла, әдемі. Енді ол әкімге күнде жалып жасай бермейсің ғой, барып. Мына егіс деген охрана бүйтіп қойды, мені бүйтпей жатыр, жайғызбай жатыр, бүйтпей жатыр. Ол жүгіреді енді. Ана айтады, былай жайы бер, мен бірдеме десем маған айт деп әкім жәрдем беруге тырысады қолынан келгенше. Бірақ әрбір проблемада келіп әкім бүйтіп, әкім деп жүгіре бермейсің ғой, ұят қой, сен өзің жігітсің да, ер адамсың. Барып, анаған барып, әкімге жалып жасай бермейсің ғой, өзің шешуге тырысасың бірдеме қалып. Келдің ба, өз қотырыңды өзің қасың керексің ғой. Үйден мал шығып кетіп қалады. Арқандап қойған бұзау шешіліп кетеді. Бір жағына мал қалып кетуі мүмкін ғой, дұрыс па? Мал жайып жатасың, қалып кетті. Баратта егіске түседі. Сен оны дәлелдей алмайсың. Оны бағып жүрмін деп. Түсіндің бе? Бақтым, жоғалтып алдым деп дәлелдей алмайсың. Егіске түсті, болды, штрафта келеді. Аямайды. Сен одан да оларға жалып жасама, әрине, керек емес. Олар мені аямай жатыр. Сен құйрығынан қалма малдың. Мен егіс көрсетем, егісте еш нәрсе жоқ, егілген де жоқ. Әлі бізде егілмейді әзірге. Енді жырту мүмкін, жерді жыртып, бірінші қопыстып, сосын барып егетін бар. Бірақ егіске, сол анау егетін жер жыртылған жоқ қой. Бірақ соған түсіп кетсе де штраф салады. Айқайлайды, участковый шақыртамыз дейді, анау дейді, мынау дейді, қорқытай береді. Кешегі ана келді, ешқандай егілген жоқ, әрине, мал болған соң түсіп кетеді, шеш жағына кіріп кетеді кейде. Айнала жақын ғой егіске. Бірінші мал және үйренбей жатыр, бәрі қашып жатыр, анда-мында үлгере алмайсың алғашқы мезгілде. Малдар қашады, ауылға қашады, анда қашады, жаңадан шыққан мезгілде. Сол мезгілде кейде шеш жағына түсіп кетеді. Ортасына барып жаймайсың, оның ішіне жоқ, ештеңе жоқ. Соны басты, егінді басты деп келіп найыз жасайды саған. Түсіндің бе? Осындай ауылда. Сосын ауылға мемлекет етіп көшіңдер, ауылға көшіңдер. Осындай ауылға не деп көшеді ал? Барып мектепке жұмысқа тұрам деп көшіп бара ма?